Шайдула! Шайдула! Керек болса чыг өзүң. Кайсыл жиынды Кыргызстандан Россияга жөө барат пешкон. Кыргызстан каяқта жатат, Россия каяқта жатат. Şu bizge gerek bile, akşam çok olsun ne lan sen? Tacikistan'a gelip kapız ne? Biz Rusya'ya gittik, Tacikistan'a gittik bizi. Баланın жырғап жатышын қара бала. Мына мақал бар ғой. Аланды су қаптаса өрдекке похуй деген шул да. Türe. Бектір, ысық көлдің картасын тартып салсын бе. Жайлап салсын бе. Мені сиіп қойдым. Торымызым іштебе қалған шота. Маған жүрек суық келді шота. Шайдулла, мына дарақты қарасаң, ал бұл жақта дарақтар жама башқаша екендер қой. Білмесең біліп ал. Шаһарда шындай дарақтар өседі. Құдайым бұйырса, бүгін кешінде Россияға жетіп барамыз. Құдайым бұйырса. Бері, сен коланы ішпе, сиіп қойсын. Бектір, саған бір анекдот айтып берейін бе? Болып тұрсам, өте манилі хаха кетіп, болып тұрсам айтып берейін. Күйесі аялыменен ажырашқаны сотқа барышып бір дағын. Оқаттарыбызды тең бөліп берші дейдікен. Ана сот сұрайткен да, үйде емнеңер бар десе, аял айтаткен, идиш, емелік, төшек дейдікен. Анда аялыңа идиш дейдікен. Күйесін айтаткен да сот. Анда аялыңа идиш дейдікен. Саға пидиш дейдікен. Аялыңа емерек дейдікен. Саға семерек дейдікен. Аялыңа төшек, саға мөшек дейдікен. Деп сот ошайды. Өртеуіне тең бөлі берсе, күйесі айтаткен сотқа. Сен сот емесілі пот екенсің мұй дейтімешкен. Ұқпайсың бі? Мен саған анекдот айтып беріп тұрайын ба? Ұқпайсың бі? Жақпаса да күліп қойды. Короче, кеш кирди, бір жерге барып, эшикте жатпайлы мына жерде барып, үйлер тұрады, домдор. Хотя подъездерге барып отыралы. Эшик жауып екен, қанша açамыз? Қалшы? Айнек сынып қалды ғой. Не қылауыз әмі? Сен сындырдың ғой. Молодец, шуға жарайсың сен. Қара, эшикті да сындырдың. Бектір, көт болды ғой. Эшикке қарағандай подъезд жылырақ екен емен. Үш балым вообще. Апам çaldı, апам. Алло. Апа. Жақсы жағдайға шу Москва жетіп алдым, апа. Құрсағым тоқ. Давай жылы киімдерін алып алам. Жауап неге қиналып жүрмін? Жақсы бар. Мен де сіздерді сағым. Жақсы апа, бұйырса Россияға барғанда күнде ақша салып тұрамын апа. Жұмыс таптым. Болып тұр апа, мен аз неме жұмыс қалашым керейлі. Алдайт бұл. Біз Москваға да жетелеп, біз алдауатат бұл. Сізді алдауатат. Алдауат өтіп, турист айтпайсың бе? Бұл не қылған? Не алдайсың? Шайдулла, бұл не қылған мен? Бұл жақташы чет жерде жүргенде
мен қиналып атасың. Көтіме келіп атсаң да үйдегілерді жақсы барды, жақсы деп айтышқан. Апа деген ойланады, апа деген ғыжалат болады. Бізден айырылсаң болса жақсы olur. Бұл жақта не болса да үйдегілерге проблема айтпаш керек. Москвада бүт мигранттар, Москвада іштеп жүрген адамдар бардығына үшін қалады. Үйдегілерге мектеп жаман жақтарын айтпаш керек. Не болсаң да, қиналып отсаң да бардығы жақсы деп үйдегілерге айтпаш керек. Бұл не қылған? Ал үйде апам азыр ойланып қазір. Балам қиналып жүреді екен деп. Үйдегілерге айтпаш керек еді. Мен қиналып отсаң да үйдегілерге барып айтпаш керек. Апа деген бұл иықсыз, апа деген қиналбаш керек, жалат болбаш керек. Базар жоқ сөйлеп қойды ма? Мен шаршадым. Құрсағым ашты. Құрсағым ашқанда башым іштеп қалады. Сүйіп, бүйіп, сөйлескен қызыңды ақша ешнәрсе қызықтырып қалады шынайда. Құрсағым ашқанда ешнәрсе қызықтырып қалады. Ашқада өлгенше. Ой, мұндай қиналған мәселем. Россия қақта жатады, Қырғызстан қақта жатады. Біз Россияға өлгенде де жетпейміз. 1 жылда да жетпейміз. Бектор, құсақ ашты ма? Қараншы. Бұл не? Қалауы? Білмеймін. Құсақ ашты. Же. Ушул жашка чыгып биринчи жолу самсы түшүмө кирип атат. Meni qara. Şunun bardығы sen gün ölüsün. Şunu жаздың mı? Ушул жака пешком келген мен жиндимде сени ершип. Ушул жака мен келбегенде аз көчөдө калбайт элек. Көрдүң mü? Sen gün ölüsün. Sen апенди тупойсуң. Meni бүт жака үгүттөгөн. Мен сенин артыңан келбейт болчумун. Sen айтканыңдан келдим да ушул жакачы. Тупой. Артка жол жок, не кылдайсың? Баштадык беми. Az аркага да кете албайсың, алдыга да кете албайсың. Meni угуп кой. Менин сенде апенди досум жок. Түшүнтасыңбы? Көчөдө калдык аз, подъездде уктап атабыз. Акча жок. Не сүйлөйсүң? Мен эле жыргап атамынбы? Экөөбүз тең азыр ушул жердебиз. Ал не кылдыңсың? Негизи Кудайым жакшы көргөн инсандарына кыйынчылык берет дейт. Баары да жакшы болот. Жетип эле калдык уже. Аз эле калды. Мындан 3 жыл мурун сен менин машинама уруп кеткенсиң. Артынан заявление жазбай деп жүрүп экөөбүз дос болуп калабыз. Мен жок болгондо камалып кетти. Жиндин чоң кичинеси болбойт дейт. Экөөбүз окшошпуз. Экөөбүздү бир молдо окутуп анан, ал молдон дагы бир молдо окутуп коюш керек да. Каяка кеттиң? Жанатан бер кимге сүйлөп атам? Достор, эгерде силерге Аппенди сериалы жагып жаткан болсо, лайк басып, комментарий жазып, каналга подписаться болгону унутпаңыздар. Ушул Бектур Халифа биздин официалдуу баракчабыз достор. Ошол. Биз YouTube баракчабызды жаңы эле ачтык. Буюрса, бара-бара көрүүчү топтойбуз деген ойдобуз. Ошол. Каналга катталганды унутпайбыз. Ошол. Баарыңыздарга чоң рахмат.
eşik